Қыстың аязды бір күні кішкентай қоян Ақүрпек орманның ішінде секіріп жүріп, ерекше бір нәрсені байқап қалды. Қалың қардың үстінде жарқырап жатқан күміс кілтті тауып алды. Бұл қандай кілт екен деп ойланды Ақүрпек қоян. Сол кезде жақын бұтаның арасынан қоңыр тиын шықты да, бұл құс патшалығының ғажайып қақпасының кілті. Бірақ ол тек мейірімді және батыл жанға ашылады деді. Ақүрпек тиынның сөзін тыңдап, кілтті ұстап, қақпаны іздеуге жолға шықты. Ол қарлы жолдармен жүріп, қатты суықтан тоңып қалған кішкентай құсты көрді. Қоян дереу барып, оны жылы қар астына жасырып, құрғақ жапырақтарменен жылытып, үстін жауып қойды. Жолын жалғастыра бергенде, жолда ол қарға тұрып қалған еліктің баласын көрді. Ақүрпек қоян тез барып, қарды қазып, еліктің аяқтарын қардан босатып, оны орманның жылы жеріне апарып қойды. Ақыры ол орманның ортасында үлкен мұздан жасалған қақпаны тапты. Қақпаның алдында жарқыраған жазу тұрды. Жақсылық жасаған жан ғана бұл қақпаны аша алады деген жазу бар екен. Ақүрпек қоян күміс кілтті салғанда, қақпа сыңғырлап ашыла кетті. Ал оның ар жағында қардан жасалған ғажайып сарай тұр екен. Құс патшасы Ақүрпекті күлімдеп қарсы алды. Сенің мейірімділігің мен батылдығың үшін сені құс орманының қорғаушысы етіп тағайындаймын, деп айтты патша. Сол күннен бастап Ақүрпек қоян құс ормандағы барлық жануарларға қамқор болып, патшаның сенімді досы атанды.